бар болса айтып отырыңыздар. Уақ сақалдар, біздің бұйымтай, өңірдегі қазақтарға өз газетімізді шығарсақ деп едік. Газет? Оның керегі не? Газетті шығару қиын, оған қаражат керек ақсақал. Сонда бізден қандай көмек бересіңдер? Бір қой қазір 5 сом. Жылқыңыз 25-30 сом. Сонда бір нөмірге 50 қойдай шығады. Біраз ғана. Мұнда тұрған қиын түк жоқ қой. Ақсақал, бұл бір жұмада кететін шығыр. Айына 4 рет газет шығатын болса, 200 қой шығады. Патша жарлық шығарып, ақша бермесе, оқиға соғады. Ақсақал, мына жұмыс қылған елге патша жарлықта пұлға шығармайды. Оны өзіңіздер білесіз ғой. Өзіме өкімет амал болса, мұнда отырған 5 сом қойып емнеге жетеді. Барлығымыз жұмыла жабылып, елге жеткізсек, осы отырғандардан басқаларда әлі ауқат жасағандар шетте қалмас. Оның үстіне газеттен де қаражат түседі. Әрдайым сізге қолдаймақпыз. Ол осы рұқсат берілген нәрсе ме? Алдындағы сияқты қоғым сүргін болып кетпейді. Біз осы газетсіз өмір сүрдік қой. Кішкене қоя тұрсаңдар қайтеді. Сіз қоя тұр дейсіз. Ал мен сізге мынаны айтайын. Америка деген ел бар. Ең білімді, өнерді халық. Былтырғы санақ бойынша 12 мыңнан артық газет шығарыпты. Ой, тұрмай. Сонша қой шақ келе ме? Русияда 2058. Мына тұрған татардың өзіндері 10 шақты газет бар. Ал бізде біреуде жоқ. Ақсақалдар, дұрыс айтады. Бүгін өнер, білімнен малымызды айтсақ, ертең өрге тұрмысқан өзге жұрттың алдында ұрпағымыздың обалында қаламыз ғой. Өй, бұл ненің атын ғой? Демсіз жатыр ғой. О, тоба. Бергісі келмеген адамға тепіскен. Атса сылтау болады екен ау. Барсын. Ахмет айналайын. Енді ертең ел арамыз. Малы, жаны бар адамдармен сөйлесіп көреміз. Соны әңгімені сіздерге айтамыз. Қаражат табамыз сіздер. Рахмет, ақсақал. Рахмет. Келеді алысып, ақ пенен қара. Қайғы мен қуаныш, бақ пенен нала. Ежелден бері етуде осылай. Жаға жыртысып, шындық пен жала. Халықпыз күншіл, бірлігі осал. Білімсіз, ойсыз, тірлігі нашар. Ру-ру болып шуылдап жүрміз. Ұлт болмаса, елдің нашар.
газеттің маңдайындағы киіз үй. Оның күндігін қазақ ішіне Европа ғылым өнері таралсын деп Пакистан аштық. Аталы ұлтымыздың өз аты аталсын деп газеттің есімін қазақ деп қойды. Әйтпесе бұрын киргиз деп атағанда ызадан өліп кете жаздаушы едік. Қазіргі күнде біреу сыртымыздан келіп, "Ей, киргиз деп атаса, ешбір ренішсіз, әудейтін күйге жеттік." Иә, қазіргі үкімет бізді атымыздан, затымыздан айырып, шоқыншы қылып, тамырмен жұлатын түрі бар. Иә, дұрыс айтасың. Кеңес үкіметіне қарызда жүріп, түрмеде жүріп, қазақ халқына, алаш жұртына жұмыс істеген, қызмет істеген осы алғыстың бәрі ақаңа. Жоқ, қателесесің Рахантай. Алғысты мына мені Орынбор айдаған Троицкийге айту керек. Иә, Қарқаралда жүріп, 60 балаға оқу үйреткен оңай. Алайда бүкіл қазақ халқына газет шығарып отырғанымыз ол басқа әңгіме. Ең болмағанда, "Еу халқым, сенің атың мынау, қазақ" деп айту. Көрдім ғой бейне туған ел үшін, жабылған нақақ жалаң ойласам, өзегім күйіп өртеніп ішім, ой соқты болып қатты ой басым. Добрый день! Постановление Оренбургской губернской жандармерии. В связи с жалобами населения в адрес газеты «Казах» были проанализированы материалы годичной давности. По результатам экспертизы было выявлено 23 нарушения закона. В связи с этим на газету налагается штраф в сумме 3000 рублей. Это какие нарушения? Все указано в постановлении, а это жалобы. Газета прекращает свою работу, если по истечении 3 дней штраф не будет выплачен. Өзіміздің қазақтар жала жауып. Бұл не қылған ел болдыға? Бұл ел емес, елдің атын жапқан сұмдар. Арам ойын іске асырып, халықтың атын жабылғандар кейін сол халықтың астында қалады. 3000 сом, 600 қойды, 3 күнде төле дейді. Төлей алмайтынымызды біліп, әдейі салық салып отыр, зұлымдар. Бұның да бір жол бар. Олардың өз заңдары бойынша штрафты төлей алмаған жағдайда сол мекеменің жауапты адамы айыпты түрмеде отырып төлейді. Ондайше, сіздің орныңызға барып алғаныңызға мен отырып шығайын. Жоқ аға, мен барайын. Ал газетті кім шығарады? Ештеңе етпес, ары кетсе 3-4 ай. Орынбордың жылапшы борышы ішіп, өзім бастаған мәдениет тарихын ары қарай зерттеп келейін. Тыйылар жөнсіз күдік пен күмән, кесапат күндер келмеске кетіп, туады анық нұрлы бір заман, қашанда болсын әділдік қымбат. Нұртайып беттен ажарым қашқан, отырмын мен аяққа баққан, туған халқына дұшпан, сырқырап жан-тән сыздайды жүрек. Қамқоршымдыға қойым қамқоранын, арнап хат жазайын деп алдым қалам. Сені онда мені мұнда аман сақтап, көруге жазған екен қатта қалам. Барамай өтірікші болып
Семейдің түрмесінде отыр балаң. Мал ұрлап кісі өлтірген айыбы жоқ, өкімет өр зорлыққа небір шараң. Мал ұрлап кісі өлтірген айыбы жоқ, өкімет өр зорлыққа небір шараң. Үмітсіз шайтан болсын деген сөз бар, жолдар көп жанатқа да тарам-тарам. Оқиып оны ішімде ой түсіріп, бітпеген жүрегімде бар бір жарам. Алданып тамағына ұмыныссам, болғандай жегенімнің бәрі қарам. Адамнан адам туып ісін етпей, ұялмай не бетіммен көрге барам. Көп айтпай қысқасынан сездіретін, балаңның мінезі бар сөзге сараң. Кетер деп суға ағып, мұзға батып, қайғы жеп мен үшін ай болмағаным. Кетер де суға ағып, мұзға батып, қайғы жеп мен үшін болмағаным. Отырмын абақтының бөлмесінде, бұйрықсыз көз жетпейді өлмесіме. Есіктің құлпы мықты күзетші көп, ажалдан басқа ешкім келмесінде. Есіктің құлпы мықты күзетші көп, ажалдан басқа ешкім келмесінде. Қоршалған айналасы биік қорған, берік қып салған темір терезесінен. Мұны көріп қалайша көңіл сенбес, аттанып жау келсе де бермесінен. Мұны көріп қалайша көңіл сенбес, аттанып жау келсе де бермесінен. Адамда мақұл-мақсұл ұмытқан ба, жазбақты оны маған көрмесіне. Қаңбақпенен салмағың тең бір заман, ұлан жоқ кел соқса да көнбесінен. Тайып алған талай жорға, талай тұлпар, тағдырдың кез болып тұр келмесіне. Солардан жаным тәнім ардақ демес, орынсыз қиналайын несінен. Солардан жаным тәнім ардақ демес, орынсыз қиналайын несінен. Бүгін қазақ халқының ұлыстазына айналған Ахмет Байтұрсынұлының 50 жылдық мерейтойы. Ахмет аға ардың адам. Ол қалың қазақтың арын жоқтап, намысын ойлап жүрген қаһарман. Ахан қазақ тілінің әдебиетінің негізін салушы. Қазақты әдеп бастап оқытып, надандықпен күрескен бірінші ұстаз. Патша үкіметінің зұлым саясатымен күрескен батыр, атақты ақын, қай жағынан қарасақ та қазақ халқының ұлы көсемі. Құрметті зиялы қауым, келесі сөз кезегі Міржақып Дулатовқа беріледі. Құрметті зиялы қауым, ақанған бұрын әліпбиіміз сөзімізге сәйкес келмей, біріміз олай, біріміз былай жазушы едік. Сол жолда 20 жыл ғұмырын кетіріп, барлығын тауып, орнына қойғанда осы ақан. Қазақта бұрын жұрнақ, етістік, одағай сөз, ырғақ,
сөйлем, бастауыш, баяндауыш деген сөздердің ешбірінде болмаған. Қазақ тілін ғылым деп қумаған да адам болмаған. Соның бәрін тауып, орнына қойғанда осы ақаң. Қазақ халқы ақаңға жаңа сөз, жаңа терминдер шығара қарыздар. Құрметті қауым, мына кісі Дмитрий Олегков деген әлемге танымал ғалым лингвист. Сөз беруді өтінген екен, ендеше тұтайық. Пожалуйста, Товарищи, хочу сказать вам лишь одно. Я завидую казахскому народу и очень им горжусь. У вас есть такой великолепный ученый, как Байтурсынов. Он актуален и занимается своевременно очень важными вопросами для народа. Ахмед привел ни с чем не сравнимую реформу алфавита. Я, как ученый-лингвист, могу с уверенностью заявить, новая письменность станет общим достоянием для всех тюркских народов. Ал келесі сөз кезегі болса, белгілі композитор Александр Затаевичке беріледі. Дорогие друзья, говоря об Ахмете Байтурсыновиче, нельзя не сказать, что это высокомузыкальный человек. Это прекрасный певец. Он замечательно играет на домбре, на фортепиано, на скрипке. Представьте себе. Это большой ценитель и собиратель народной музыки. Он донес до нас множество народных песен. Из его уст я записал 36. И чтобы я занимался только этим делом, он выделил мне денежное удовольствие. Так давайте под ваши бурные аплодисменты дадим нашему юбиляру слово. Қадірлі бауырлар, қошеметтеп жатқандарыңызға рахмет. Мен қарапайым халық мұғалімімін. Оқыған оқуым да көп емес, аз. Сол аз білімді қайткенмен де ел мүддесіне, ел мақсатына арнағалы отырмыз. Патша үкіметінің зұлым саясатына, зорлық зомбылығына, қорлығына тап болып, ұлтшыл болдық. Қазіргі жастарға айтарым, мен де сендер сияқты адаммын. Менің азды көпті болған еңбектерімнің барлығы да сендердің қолдарынан да келеді. Мен бұған кәміл сенемін.
Прямо. Иә, Байтұрсынов, отырыңыз. Иә, Байтұрсынов. Осы қазақ ұлтшылдары неге сізді көсеп санайды? Жасымды сыйлағаны болмаса, мені ешкім төсеп санамайды. Онда сіздің 50 жылдығыңыз өткенде неге бәрі әспеттеп, нағыз көсем деп даурықты? Бұны қалай түсіндіресіз? Кімнің не айтқаны есімде жоқ. Бірақ жасырын ұйымның көсебі болсам, мені білдей бір автономия төңірегіндегі ең үлкен залға апарып, көсем деп атамайтын шығар. 22 жыл еңбекші қазақ газетінде шыққан мақалаңызда қазақ қалам қайраткері өз жолын тастап көреген жолаушыларға ере беретін құралды идеясыз. Бұл жерде көрінген жолаушы деп большевиктерді айтып тұрсыз ғой, иә? Жоқ, көрінген жолаушы деп көрінген жолаушыны айтып тұрмын. Ендеше терминкомды басқарып отырғанда Қазақстан қызыл әскерінің ұранын неге алғаш деп енгіздіріп жіберді? Онда тұрған не бар? Ол Алашорда әскерінің ұраны емес. Ол ешкімнің де жекеменшік ұраны емес. Барлық қазақтың ұраны. Мысалы, ақ гвардияшылар ұра деп ұрандады. Кейін біздің қызыл әскерде ұра дейтін болды. Енді сізге бір сұрақ. Сол ұраға болады. Қызылдар ақ болып кетті ме? Бұл жерде сұрақты мен қоямын. Жұмабаевпен қарым-қатынасыңыз қандай? Мағжан ақын. Ақындарда менің шаруам жоқ. Ал Рысқұлов, Сейфуллинмен ше? Рысқұлов большевик. Сейфуллин болса коммунист. Ол мені Рысқұловпен жақсы деп ойлайды. Бірақ та екеуі де мені Совет үкіметінің жауы деп ойлайды. Мен де оларды жақтыртпаймын. Есірім тимесін, күйе жұғып кетпесін деп отырсыз ғой, иә? Балам, бұл кісінің адамы. Қайтсең де Совет үкіметінің жауы деп, айтқыз деп қинап отырма сені бұлар. Тергеусінде өмір баяныңызбен толық танысып, кітаптарыңызды да үйреніп. Жасыратыныңыз жоқ. Әуелінде пәле іздеп оқығаным рас. Өміріңіз үнемі абақтыда. Аңду, айдалу, қуғындау. Енді маған айтыңызшы, осының бәрін қалай, қашан, қай кезде жазып үлгердіңіз? Біреу жұмыс қыламын десе, отырған орын жаман. Біреу болса, маңайымдағы елім жаман. Оның барлығы да бос сөз. Абақтыдан жайсыз жер жоқ. Бірақ абақтыда да отырып жұмыс істеуге болады. Ал оған не зорлыға? Ешкімнің ақы төлемесі анық. Жарайды, қазіргінің кейбір жазушылары ертең мақталатынын біліп жазылады. Ал сіз ше, сіз ертең сотталасыз. Осыны біліп отырып жаздыңыз ғой. Балам, мақталатын адам да, сотталатын адам да бір өмір сүріп өледі. Бірақ екеуіндегі мазмұны басқа. Айнала туысың, жұртың, тұтас қауымың зорлық зомбылықта өмір сүріп жатқан кезде сен тыныш ұйықтай аласың ба? Солар үшін қылған еңбегің мақтан емес, міндет. Азамат атқарған міндет үшін мақтана ма? Сот жөні болса басқанымен. Ол біздің еркімізге бағынбайды. Бірақ та титтейде өтініш жоқ. Мен де, сен де бүгін бармыз,
ертең жоқпыз. Адам өмірі сондай, қысқа ғана. Ел үшін қылған еңбегін, туғылып көтерген шура идеян ары қарай жалғаса берсе, адамның да өлмегені. Міне мазмұн. Сендер өлердей қорқатын алаш идеясы осы ғана. Конвой! Сатпауға уәделескен алаш зиялылары Қапездің үйіне жиналады. Алаштықтар осы жиында қажет болса, алаш үшін жан беруге серттеседі. 1937 жылы халық жауы атты желеумен алаштық Қапез Байғабылұлы айдалады. Елмен қимастықпен қоштасқан бұл Қапездің әні. Алаш қонған ақ боз үй бос қалды ма? Жетім жесір қасында дос қалды ма? Өкінбейін десем де өзегім бар ол. Өтіп кетті ау дүние қас-қағымда. Әзәзілге сендің бе, айтқанына көндің бе? Халқым деген Қапез ал, жау деп ұстап бердің бе? Сезеді жүрек, ажалым жақын,
өлмейді босқа азамат ақын. Өзіңе досым аманат жырым, бұл жазған тегі ең соңғы хатым. Отанға сенем, халқыма сенем, айтыңдар менен ұрпаққа сәлем. Жеткізер түбі еліме байтақ, атымды менің ақ сұңқар өлең. Ауысар ұрпақ, алмасар жылдар, уақытпен біздің жалғасар жырлар. Жойылмас елге атқарған еңбек, егер де ұрпақ табылса құндар. Сүрдік қой өмір қолайсыз шақта, тасталдық жанға қып-қызыл шоққа. Бір кезде саған аманат қылған, мұрамды жеткіз келер ұрпаққа. 50 жыл өтер немесе ғасыр, айғар сонда бүгінгі тасыр. Тексеру болар тарихқа түгел, талқыға түсер жасық пен асыл. Сенемін досым, өлгенмен өзім, ұрпаққа жетіп өлмейді сөзім. Ақиқат таңым атады анық, осыған менің жетеді көзім.